Түркістан Еуразия кеңістігіндегі қасиетті жерлердің бірі. Мұнда қайталанбас түркілік қала өркениеті дүниеге келіп, ұлы даладағы көшпелі һәм қалалық мәдениет бір-бірімен тоғысты. Түркістан жаужүрек батырлар мен ірі оқымыстылар, ақылман билеушілер мен асыл сөзді ақындар мекені. Түрлі өркениеттер тоғысқан нүкте, шығыс пен батысты жалғап жатқан ұлы жібек жолы тап осы арадан өткен. Яссы шаһары десе күллі түркі мұсылман жұртының есіне Қожа Ахмет Яссауи түседі. Ол ислам діні туралы түркі тілінде жазған тұңғыш ғұлама ғалым. Хош, көне яссы адамзат өркениетіне олжа салған түркілік мыңжылдық қала мәдениеті мен руханият шырақшысы миссиясын еншілеп, Түркістан атала бастады. Шаһар өз тарихында түркінің негізгі үш тармағы Қыпшақ, Оғыз, Қарлұқ бірлігінің діңгегіне айналды. Түркістанда тіршілік бір сәтте тоқтаған емес. Мұнда қазақ хандарының ордасы болған. Ұлы хандар мен батырлар мәңгілік тыныс тапқан. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап-ақ түркі әлемі үшін қасиетті саналатын мекенге ерекше назар аударылды. 1991 жылы Түркістанда Қазақстан мен Түркия бірігіп, халықаралық университеттің негізін қалады. 2000 жылы шаһардың 1050 жылдық мерейтойы тойланды. 2002 жылы Түркістанда дүние жүзі қазақтарының құрылтайы өтті. 2018 жылы Қазақстан президенті Түркістан облысын құру туралы жарлыққа қол қойды. Осылайша Түркістанның жаңа дәуірі басталды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы қызметіне кірісе сала, алғашқы сапарын тап осы Түркістаннан бастады. Тарихи шаһардың 2050 жылға дейінгі бас жоспары бекітілді. Қазірдің өзінде турист қабылдау үшін халықаралық стандартқа сай Риксос Түркістан, Хилтон Түркістан қонақ үйлері сынды ірі жобалар да жүзеге асырылды. Бүгінгі Түркістанда ғаламат жобалар іске қосылды. Өңірде түрік, өзбек, Әзербайжан компаниялары білек сыбана еңбек етуде. Көне түркі қалалар стилінде бой көтерген бірегей керуен сарайы бүтін бір орамды алып жатыр. Мұнда қолөнершілер шеберханасы, шығыс базары, дәстүрлі тағамдар ұсынатын жер, ұлттық ойындар мен мерекелік қойылымдар алаңы орналасқан. 7 ғасырлық тарихы бар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанынан бүгінде сәулетті, жаңа технологиямен жасақталған қала бой көтерді. Бірегей Яссауи музейі, салтанатты драма театр, музыка мектебі, амфитеатр, конгресс-холл, кітапхана салынды. Қалада тұңғыш президент саябағы, Жібек жолы гүлзарлар кешені пайдалануға берілді. Түркістанның әкімшілік іскерлік орталығында 177 көп қабатты тұрғын үй салынып жатыр. Жалпы шаһарда 60-тан аса заманауи нысандар іске қосылды. Түрік компанияларының қатысуымен салынған жаңа әуежайдан наурыздың алғашқы күндері-ақ Стамбул қаласына алғашқы рейс аттанды. Биылдан бастап Түркістан түркі әлемінің рухани ордасы ретінде республиканың барлық аймақтарымен әуе қатынасын орнатады. Ташкент пен Араға жоғары жылдамдық темір жол төселеді. Нәтижесінде саяхатшылар Қазақстан мен Өзбекстанды бір мезгілде аралауға мүмкіндік тумақ. Екі елдегі тарихи орындарды аралау үшін жібек жолы ортақ визасын енгізу мәселесі қаралып жатыр. Түркі тілдес мемлекет басшылары түркі әлеміндегі маңызды қалаларда жиі бас қосады. Нахичеван, Стамбул, Алматы, Бішкек, Габала, Бодрум, Чолпон-Ата, Баку. Енді міне, солардың қатарына Түркістанда қосылды. 2020 жылы Түркі кеңесі пандемияға қарсы төтенше бейне саммит өткізді. Түркі әлемінің бірлігі, экономикалық және мәдени ынтымақтастығы Түркі тілдес мемлекеттер кеңесінің күн тәртібіндегі маңызды міндеттердің бірі. Осылайша Түркістан әрбір түркі баласының өз үйі, өлшеусіз мақтанышына айналмақ. Шығыс пен батыстың арасындағы айбарлы қақпа, қасиетті Түркістанның құшағы кімге болсын ашық. Сондай-ақ ол Әзербайжан, Қазақстан мен Қырғызстан, Мажарстан мен Түркменстан, Түркия мен Өзбекстанға
ортақ мұра. Ұлылардың ордасы, гүлденген Түркістан болашақта білім мен ғылымның, өркениет пен сауданың, туризм мен логистиканың түркі әлеміндегі рухани астанасына айналады.